жалпы жаңартылған білім мазмұнына келетін болса, осы тұста жеке мен үшін өте бір маңыздысы ол оқушылардың бағалауы. Және де бүгінгі таңда қоғамда осы бір мәселе өте өзекті және талқылауға көп түсіп жатыр. Ата-ана тарапынан, кейбір мұғалімдеріміздің тарапынан, оқушылар тарапынан баға қайда кетті деген сияқты. Баға ешқайда кеткен жоқ, баға бар, және ол бұрынғыдан қарағанда өте жоғары деңгейде жүргізіліп жатыр. Енді бұлай мысалмен алып қарайтын болсақ, сабақта Жанболат 5 алды дейік, Елжан 3 алды дейік. Бірақ біз Жанболат қалай 5 алды, нені оқып 5 алды? Біз оны байыптаған жоқпыз, дәйектеген жоқпыз. Біз оған дескриптор қоймадық, критерий қоймадық. Дәл солай Елжан не үшін 3 алды? Біз оның қай жағынан ақсап қалды, нені дамытуымыз керек? Біз оған да қараған жоқпыз. 3. Мен өзім тарих пәнінің мұғалімімін. Бізде қалай болатын? Яғни сабақ басталады, оқушы үй тапсырмасы мазмұндайды, не болмаса хронологиялық диктант жазады, бітті, сонымен шектелеміз, және соны айтып берсе, жасап берсе, біз оның 5-ін қойып береміз, не болмаса жоқ болса 3-ін қойып береміз. Яғни бұл жаттанды білім. Ал қазіргі таңда қалай? Біз оқушыларды бағаға емес, біз оқушыларды алған білімді қолдануға тәрбиелеуіміз керек. Бағаның қаншалықты маңызды екенін олар түсіну керек. Баға бүгінгі таңда сондай бір маңызды дүние ма, жоқ алған білім маңызды ма? Осыған біз жетелеуіміз керек.